Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бүгін сіздермен алғашқы дәрісіміз ниет тақырыбында болмақ иншалла. Жалпы ниет дегеніміз не, оның маңыздылығы және ниетті бұзатын жүрек дерттеріне тоқталып өтеміз. Ниет дегеніміз тілдік мағынасы мақсат ету, бағыт алу дегенді білдіреді. Бірақ шариғатта екі мағынаны қамтиды. Біріншісі ол ажырату. Яғни ниет біздің құлшылықтарымызды ажыратады. Мысалға біз бестің намазында 4 рәкағат сүннет оқимыз, 4 рәкағат парыз оқимыз деген секілді. Біз сүннетті сүннет деп, парызды парыз деп ниет арқылы ажыратып аламыз. Сол секілді ораза кездерінде де біреумізде рамазаннан қалып кеткен қаза оразамыз болуы мүмкін, біреуміз пайғамбарымыздың сүннеті деп ораза ұстауымыз мүмкін деген секілді, біреуміз тағы да басқа бір біреуге уәде беріп қойып, немесе бір нәзір етіп қойып ораза ұстауымыз мүмкін. Сол кезде біз ниет арқылы сол құлшылықтарды ажыратып аламыз бір-бірінен. Бұл шариғаттағы бірінші мағынасы. Екіншісі ол амалдарды, құлшылықтарды тек қана Аллах Тағаланың разылығы үшін ғана жасау. Мен дәл осы нәрсе үлкен нәрсе, құрметті бауырлар, амалдарды Алла үшін жасау. Егер де сіз бен біз амалдарды Алла үшін емес, өзге нәрсе үшін жасайтын болсақ, өзіміз үшін, бір пайда үшін жасайтын болсақ, онда ол амалдар қабыл болмайды. Адамдардан алғыс күтетін болсақ, адамдардан сауабын күтетін болсақ, қияметте Аллах Тағала не дейді? Сен бұл амалдарды мен үшін емес, сол пәленше үшін жасадың, сауабын содан ал дейді екен. Сондықтан ниетіміз тек қана Алла разылығы үшін болу керек, құрметті бауырлар. Мен шариғаттағы екінші мағынасы осы. Енді қараңыздар, жалпы пайғамбарымыз айтады, мүміннің ниеті амалдан хайырлы дейді. Сіз бен біз ниет етіп бір жақсы амалға, бірақ сол амалды белгілі бір себептермен жасай алмай қалатын болсақ, үзірлі себеппен, причинамен, онда сол ниет еткеніміз үшін Аллах Тағала сауаптар жазып қояды. Қияметте Аллах Тағаланың алдына пенде келген кезде таң қалады екен, я Аллах Тағала, мен бұндай амалдар жасамап едім ғой деген кезде, Аллах Тағала, сен ниет етіп едің ғой, бірақ жасай алмағансың, білесің бе? Мына сол ниетіңнің сауаптары дейді екен. Сондықтан да мүміннің ниеті шынында да амалдан хайырлы. Жақсы нәрсеге әрдайым ниет етейік. Умраға бара алмай жүрсеңіз, қажылыққа бара алмай жүрсіз бе, үлкен зәулім бір мешіт салмай жүрген шығарсыз, ниет етіңіз шынайы түрде. Аллах та сіздің ниетіңізді қабыл етеді иншалла. Шынайы болса, сол кезде сізге сауаптарын жазып береді екен. Сондықтан да, құрметті бауырлар, ниетіміз тек қана Алла разылығы үшін болу керек. Егер де ниетіміз дұрыс болмайтын болса, онда ол қандай намаз оқисыз ба, ораза ұстайсыз ба, қандай ізгі амал жасадыңыз, Алла Тағала оны қабыл етпейді. Жаңа айтқандай, сол адамнан барып сұрады дейді екен. Және міне дәл осы амалдар дейінде Алла үшін емес, өзге үшін жасайтын болсақ, онда ол Аллаға серік келтіру болып табылады. Ширк болып табылады. Сіз Аллаға жасалу керек құлшылықты адамдарға жасадыңыз. Аллаға серік келтірдіңіз. Пайғамбарымыз айтады, мен үмбетімнің Аллаға серік келтіруінен қорқамын дейді. Сол кезде сахабалар айтады, я Аллах Тағаланың елшісі, сонда сізден кейін де Аллаға серік келтіре бере ме дейді. Пайғамбарымыз айтады, иә дейді. Олар айға, күнге, пұттарға табынбайды. Олар істерін, амалдарын адамдар үшін жасайды дейді. Көрдіңіз ғой? Адамдар үшін амал жасайтын болсақ, адамдар үшін, адамнан алғыс алу үшін, бір пайда үшін жасайтын болсақ, біреуден бір алғыс күтіп, пайда күтіп, онда міне сол да Аллаға серік келтірудің бір түрі екен. Ал Аллах Тағала Құранда айтады, расында Аллах Тағала өзіне серік келтіргенді кешірмейді, қалғандарын қалаған құлына кешіреді дейді. Сондықтан да Аллах Тағала кешірмейтін жалғыз күнә бар, ол Аллаға серік келтіру. Біз содан абай болайық. Ол міне осы ниет тақырыбымен өте тығыз байланысты. Сахабалар қаншама ізгі амалдар жасады. Түнде олар жасады амалдарды. Тығылып жасады. Неге? Себебі сол ниеттерін бұзып алмау. Алла үшін болсын, Алла қабыл етсін деп олар жасады. Бірақ сол сахабалар айтады, біз амал жасап шаршаған жоқпыз, біз ниет етіп шаршадық дейді. Ниетті жаңартумен шаршадық дейді. Ниет әп сәтте бұзыла салуы мүмкін. Бір істі бастадыңыз, ниетіңіз дұрыс, бірақ сол істі істеу барысында ниетіңіз бұзылып кетуі мүмкін. Содан абай болуымыз керек. Амал істеп болғаннан кейін де ниетіміз бұзылып кетуі мүмкін. Абай болуымыз керек, құрметті бауырлар. Жалпы енді ниетті бұзатын амалдарға тоқталып өтейік. Ниетті бұзатын амалдар, оны жүрек дерттері десек те болады. Жалпы 3 үлкен амал бар. Ол ең біріншісі әр-рия, көз бояушылық, көрсету, показуха дейміз ғой. Адамдар көрсін, мен қалай күшті намаз оқимын, адамдар көрсін, мен қандай жомартпын, адамдар көрсін, мен қандай білімдімін деп, міне сондай амалдар жасайтын болсақ, адамдарға көрсету үшін, онда біліңіз, ол амалыңыз қабыл емес, ол уже рия болады. Ал рияның өзі жаңа айтқандай, ол Аллаға серік келтірудің бір түрлері. Екінші ниетті бұзатын
жүректерді, ол әс-сумъ деген ол көз естірту. Жаңағы әріге ол көз бояушылық көрсету болса, әс-сумъ деген естірту. Сіз жасайсыз, тығылып алып, кейін ертеңгісі күні мақтанып отырасыз ғой, мен жасағам деген секілді ғой. Немесе сіздің мақтағанды қалап отырасыз. Жалпы сіздің атыңыздың аталғанын, сізді айтқанды ұнатып отырасыз. Мен жасадым ғой деп. Бір тойларда да көрген шығарсыз, жүреді ғой. Мені бүйтіп осындай адам ретінде шақыр дейді ғой. Көрдіңіз бе? Жұрт естісе мен кім екенімді деген нәрсе да. Бұл естірту. Сондықтан да бұдан да біз абай болу керекпіз. Үшіншісі жүректің дерті, ол әт-тәәжүб, ол таңғалу, ол өз-өзіне разы болу, өз-өзіне таңғалуға адамның ше. Ол нәрсе тәәжүб деген. Яғни тәәжүб деген мен намаз оқимын, әлхамдулилля мен намаз оқимын деген секілді ғой. Басқа біреуді төмендетесіз. Өзіңіздің намаз оқиды деп өзіңізді асырып жүресіз. Әлхамдулилля деп. Мен намаз оқимын. Мен осындай жасап отырмын. Кезінде мен жасағам осы нәрсені деген секілді. Ондай біз көп естіп жатамыз қоғамда. Мен соны жасағам кезінде мен ана зираттарды мен қоршағам, ананы мен бүйткем деген секілді нәрсені айтып жататын кейбір ағаларымызды білеміз. Ол негізінен ниет. Сол кезде жасалған амалды бұзады. Ниетімізді бұзатын үлкен амал. Сондықтан да осылардың ішінде жалпы тәәжүб самый опасный, ең қауіптісі. Неге тәәжүб ең қауіптісі? Себебі тәәжүбтің ішінде тәкаппарлық бар. Ал тәкаппарлықты Аллах тағала жақсы көрмейді. Ол Алланың киімі, білесіздер. Сондықтан да тәкаппарлық тек қана Аллаға ғана жарасады. Біз Алланың құлымыз. Тәкаппарлық өз-өзін жоғары қою, өз-өзімен мақтану, өз-өзіне разы болу деген секілді нәрсе ғой. Сондықтан да біз ол нәрселерден аулақ болу керекпіз, құрметті бауырлар. Расында бұл жүректің үлкен үш дерті. Енді бір амал жасайын деп жатқан кезде ойланыңыз, кім үшін жасайын деп жатсыз? Алла үшін бе, Алла үшін емес пе? Соны нақтылап алыңыз. Істі істеп жатқан кезде өзіңізді тағы да бір тексеріп алыңыз. Істі істеп болғаннан кейін сол істі ұмытып кетуге тырысыңыз. Ұмытпайтын болсаңыз, тіпті 10 жылдан кейін де сол істі бұрында мен жасаған едім деп айтатын болсаңыз, ол тәәжүб болып кетеді. Жаңағы мақтану, өз-өзімен тамсану болып кетеді. Кейін сол жасаған амалдарыңыздың күлі көкке кетеді, құрметті бауырлар. Содан абай болайық. Аллах тағала баршамыздың ниеттерімізді дұрыс етсін. Тек қана Алла үшін амалдар жасауды нәсіп қылсын, және істеген амалдарымызды Аллах тағала қабыл етсін.